Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі өтетін жаңа тақырыбымыз веб беттегі мультимедиа деп аталады. Сабағымыздың оқу мақсаты мультимедианы веб бетте орналастыру. Бүгінгі сабақта біз мультимедиа түсінігімен танысамыз, веб бетке кескін бейне қосуды үйренеміз және веб беттегі дыбыс пен анимацияны орналастыруды үйренетін боламыз. Бүгінгі таңда веб беттегі қолданылып жүрген мультимедиаға кескіндер, бейнелер, дыбыстар мен анимациялар жатады. Мультимедиа термині ақпаратты мәтін мен дыбыс, бейне мен дыбыс сияқты бірнеше типпен ұсыну арқылы түсіндіріледі. Веб-бетке қосылатын мультимедиа элементтерінің көлемі жағынан үлкені бейне файлдар. Мәселен, 1 минуттық бейне 10 мегабайт жады көлемін алады. Дыбыстық файлдардың көлемі олардың сапасына байланысты. Мысалы, жоғарғы сапалы 3 минуттық дыбыстық жазба 3,5 мегабайт көлемді қажет етеді. Анимациялық элементтер веб-беттерде кеңінен қолданылады, ал көлемі орташа сападағы графикалық файлмен салыстырғанда көбірек орын алады. Көп жағдайда браузерлер түрлі форматтардың шектеулі жиынтығын қолдайды. Жалпы алғанда браузерлер HTML құжаттарды қарапайым мәтіндер мен кең қолданыстағы графикалық файл форматтарын шығара береді. Браузерлерде мультимедиалық файлдарды ойнату мүмкіндіктері жоқ. Олардың орнына мультимедиа элементтерін веб-бетке шығару үшін браузерлерге қосылғаннан кейін жұмыс істейтін арнайы көмекші қосымшалар немесе кітапханалар пайдаланылады. Интернетте бейнелер мен көптеген медиа файлдарды қарау үшін флеш технологиясы қолданылады. Көмекші қосымшалар ол белгілі бір типтегі файлды ойнатуда автоматты түрде қосылатын арнайы программа. Веб-беттерде дыбыстарды қолдану ерекшеліктері. Веб-беттердегі дыбыстық әсерлер аудиофайлдар көмегімен құрылады. Кең таралған аудиофайлдардың форматтарына мыналар жатады. WAV немесе кейбір әдебиеттерде WAV деп кеңінен атайды. Бұл Windows қосымшасының стандартты форматы. MIDI файл дыбысы синтезделетін музыкалық құралдың нотасы мен кодының жазбасынан тұратын формат. MP3 немесе MP3 формат. Жоғарғы деңгейлі сығумен сипатталатын формат. Веб-беттердегі аудио жазбаларды бірнеше тәсілмен ойнатуға болады. Батырманы басу арқылы, сілтеме бойынша өту, жаңа терезе ашу және тағы да сол сияқты. Кейбір веб-беттерде дыбыстық файлдармен сүйемелденеді. Веб-беттерде бейнелерді қолдану ерекшеліктері. Бейне файлдардың кең тараған форматтарына мыналар жатады. MPEG, AVI, QuickTime, MPEG-4. MPEG жоғарғы сапалы бейнелерді қамтамасыз етеді. Файл кеңейтілімдері MPEG немесе MPEG түрінде болады. AVI. Windows'та бейне файлдардың көпшілігі AVI форматында сақталады. Кеңейтілімі AVI түрінде болады. QuickTime. Файл көлемінің өлшемі аз, желіге жүктеу кезінде көп уақытты талап етпейді. Файлдардың кеңейтілімі MOV. MPEG-4 көп жағдайда бейне файлдарды онлайн ойнату барысында қолданылады. Файл кеңейтілімі MPEG-4. Веб-беттерде суреттерді қолдану ерекшеліктері. Веб-бетке қойылатын кескіндерді таңдай отырып мынандай факторларды ескеру қажет. Сайттың жүктелу жылдамдығы, кескіннің сапасы, айқындылығы. Суреттердің кең тараған форматтарына мыналар жатады. JPEG, PNG, GIF. JPEG формат сайттың жүктелуі кезінде жылдамдығын тиімді етуге көмектеседі. JPEG форматында суреттер жоғарғы сапада сақталады. PNG. Егер жоғарғы сапалы немесе мөлдір фонды суретті жүктеу керек болса, PNG форматын таңдаған дұрыс. GIF. GIF форматындағы файлдарды анимацияланған суреттер үшін қолданылады. Мысалға, мына жерде сары фонда орналасқан 3 түрлі сурет беріліп тұр. Біріншісі JPEG, яғни тура өзінің форматымен сақталады. Келесі PNG, және өзіміз айтқандай мөлдір арт жағында ешқандай фон жоқ, тек қажет элементтің өзін ғана сақтай аламыз. Келесі GIF формат, ол анимациялық бейне. Анимация қозғалыс әсерін құрайтын бірнеше кескіннің ойнатылуы. Флеш анимациялар назарды өздеріне аудартып, сайтқа қызығушылықты арттырады. Анимация құруға арналған программаларды шартты түрде қарапайым немесе қолмен құралатын және дайын онлайн сервистер деп екіге бөледі. Флеш қатарлар құру қағидасы осы екі жолға ұқсас. Жеке кескіндер белгілі ретпен қойылады. Әрбір кадрдың көрсетілу ұзақтығы беріледі. Арнайы әсерлер қолданылады. Нәтижесінде мультфильм секілді бейне алынады.
Веб-беттегі мультимедианың басты қызметі сайтта ұсынылатын ақпаратты қабылдау үрдісінде жеңілдету. Веб-бетке суретті орналастырып көрейік. Ол үшін бірінші, сайтты өңдеу режимін ашамыз. Екінші, редактордың сол жақ бетінде орналасқан батырмасын басып, өз сайттарыңа қажетті суреттерді қосу үшін сурет, фото, мәзірінен жүктелген суреттер, загруженное фото командасын таңдаймыз. Үшінші, файлды жүктеу, загрузить файл батырмасын басамыз. Төртінші, медиа файлды қай жерден жүктеу керек екендігін көрсетеміз. Компьютерден файлдарды медиа менеджерге қарай таратыңдар, немесе компьютерден жүктеу, загрузить с компьютер батырмасын басамыз. Жүктелген файлдарды таңдап, ашу, открыть батырмасын басамыз. Ал егер де біз суреттерді өзіміздің компьютерден жүктемей әлеуметтік желіден жүктейтін болсақ, ол кезде әлеуметтік желіні таңдаймыз, қосу батырмасын басамыз, қажетті файлдарды таңдап, жүктеу батырмасын басамыз. Сонымен қатар интернет желісінен жүктейтін болсақ, ол үшін бірінші біз сілтемені көрсетеміз. Сол жақтағы сілтемені белгілеп басып аламыз. Сілтемені қойып импорттау батырмасын басамыз. Бесінші, файлдың қажеттісін таңдап, сайтқа қосу батырмасын басамыз. Оқушылар, сіздерге тапсырма: аудио файлдардың форматтарын сипаттамалары бойынша сәйкестендіреміз. Жарайсыңдар оқушылар. Оқушылар, бүгінгі сабақтан түсінгендеріңізді осы жетістік баспалдағы арқылы бағаласаңыздар болады. Үйге берілген тапсырманы дәптерімізге орындайық. Сау болыңыздар.